Ассалаумағалейкум құрметті достар, сіздермен бірге мен Ақниет Нұрланұлы. Бүгін 8-8 ай 2021 жыл. Өздеріңіздің сұрауларыңыз бойынша бүгін тараз мал базарының тек ешкі қой жағын ғана түсірдім. Олай болса көп созбай бастайық. Майский қозылар, еркегі бар, ұрғашысы бар, әрқайсысы 18 мың теңгеден. Қошқарлар әрқайсысы 55 мың теңгеден. Саулық қойлар 40 мың теңгеден, екеуін бірден алсам 38 мың теңгеден берем дейді. Отырған қара қозы 27 мың теңге. Еркек қозы 28 мың теңге деп тұр, қара. Ал мынау ар шетіндегі ешкі болса 15 мың теңге дейді. Екі серке 22 мың теңге, арық шетіндегі лақ болса 15 мың теңге. Екі туған қой 55 мың теңге деп тұр. Он екі бас лақ, әрқайсысы 12 мың теңгеден дейді. Арасында бір ешкі бар, барлығын бірге алса, ол ешкіні де 12 мың теңгеге берем дейді. 10 мың теңгеден лақтар, арғы жағындағысы еркек, бер жағындағысы ұрғашы. Еркек тоқтылар, барлығы еркек, әрқайсысы 24 мың теңге. Ішінен любойсын таңдап аласың. Майский қозы 20 мың теңге деп тұр. Апрельде туған қозылар 23 мың теңгеден деп тұр. Базардан келген шібіштер ақ 15 мың, қара 16 мың, тоқал 17 мың, тұрған көк ешкі 28 мың теңге. Міне осы көк ешкі 28 мың. Барлығын осы ауылдың адамы алды. Қазір базардан сатып келді. Ол жаңағы тоқал 17 мыңға келді бұл. Және де өзімде лақтар алған болатынмын. Осы қара лақты, қасында қоңыр лақ бар. Міне осы лақ, осы екеуін 13 мың теңгеге алдым. Бірден қоңыры семіз, қарасының еті сәл төменірек. Сонда әрқайсысы 6,5 мың теңгеден алып тұр. Және де осы шібішті алдым, сойуға алдым бұны 15 мың теңгеге алдым. Еті өте жақсы. Достар, осымен менің видеом өз соңына келіп жетті. Егер де видео ұнаған болса, арнаға жазылып, қазақ тілін қолдай отырыңыздар. Бүгін өздеріңіздің сұрауларыңыз бойынша, бүгін тек қой жағындағы бағаларды ғана түсірдім, және де басқа жағына баруға уақытта болмады. Келесі жолы барлық бағаларды түсіретін боламын. Ал бүгінше осыны тамашалай тұрыңыздар. Алда әлі қызықты видеолар болады. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.